Жұрт құсап биіктеу кең үстелге қашан жетер екенбіз? Төрт аяғы бар демесең, тізең тіреліп, әзер отырасың. Осы бір тапал тақтайға жабыстың да қалдың. Қараш енді, бала-шағаң, немерең тегіс жиналғанда, дастархан басында емен жарқын отыра алмай сиқымыздың қашқанын. Күнзипа таңертеңнен бері аяқ асты аңсары ауған сүт көже толы тостағанын қолына алып, қырын қарап отырды. Үшпірлеп келіп, көжеге бас қойған немерелері мен ұл қызына жағалай көз салған отағасы сасар емес. Жүзінде осы бір көрініске разы болған тоқ мейілсу бар. Алдындағы асын бірер рет қасықтады да, ыдысын басына бірақ төңкерді. Жартылай құйыңдашы, таң атқалы далада жүрген адамға мына тамақтарың қуат болмайды екен. Келімбет тостағанын кемпірінің қолына ұстата салып, қайта-қайта мұрнын тартып, пышылдап отырған жалғасының басынан сипады. Ал Жалғасбек, айтшы, мына үстелдің несі жаман? Қайта жақсы емес пе? Иін тіресіп, жақын отырамыз. Мә, мына менікін іше салшы. Бір қасық татқаным болмаса, қайта салғам жоқ. Бір түрлі тәбетін тартпай қалды. Күнзипа қолындағысын Келімбеттің алдына қойып, орнынан тұруға ыңғайланды. Сөзбен шымшып, келінің құтын қашырмай тыныш отырсаңшы. Бір күн сүт көжесең, қарның ортайып қалмас. Ол байғұс басқа тамақ істейін деген, оған да қоймадым. Неге бастап тұрғанын кім білсін? Таң атқалы сүт көже ішкім келіп, аңсарыңыз ауса той пішпедіңіз бе, анашым? Не болды? Келініңізбен жарысып, толғатайын деп жүрген жоқсыз ба? Мырс-мырс күліп келіншегіне қараған досым бір сәтке орнай қалған көңілсіздікті жуып шайғысы келді. Тәйтәрі, шешеңмен қалжыңдасайын дедің бе? Адамның жер қасқағаны тәбет тартады деп кім айтты саған? Басым зілбатпан, денемде жер тартып тұрғаны. Кішкене жатып, көш жүрімін алсам, жақсы боп қалармын. Күлзипа оң қолымен жер тірей орнынан ауыр көтерілді. Көзі қарауытқанын балаларына сездіргісі келмей, ішкі бөлмеге өтіп кетті. Есіктен еніп бара жатып, дастархан басына жағалай көз салған. 40-тың үстінде көрген кенже қызына жүрегі елжірей қарады. Ортаншы ұлдың ештеңемен ісі жоқ. Алдындағы тостағаннан бас көтерер емес. Әлгі сары бала қандай күйде жүр екен? Күн болса суып келеді. Ақша табамын деп ала жаздай қолын саз балшықтан бір алмай тырбанып жүр. Ауырып қалмаса болды. Күнзипа жерге төр көрпені теріс төсеп, қос жастықты биіктей салып жатып, өзді-өздімен күбірлеп сөйлеп кетті. Мұңлық, мұңлық, қалың ойға шомып кетіпсің ғой. Не болды? Сенің көңілің серпілсін деп, құдаларыма төрімді көрсеткен қуанышта қасымда болсын деп шақырсам, мұның не? Мұңлық зорлана езу тартқан болды. Әлдене дейін десе, қапелімде аузына сөз түспей, қайтадан сілейіп отырып қалды. Жүрегі жаншып-жаншып, кеудесін қолымен басты. Ей, құрбым-ау, ауырып қалғаннан саумысың? Өңің қашып кетті ғой. Қап, енді қайттым. Мә, су ішші. Фарида асып-сасып жүріп, аяғына шалынысып, үстелдің жанына әзер жетті. Графиннен су құйып әкеліп, мұңлыққа ұстатты. Қолы қалтырап дірілдеп отырып, стақандағы судан бір ұрттады. Фарида қорып қалмасын деп, тағы да қинала күлімсіреді. Қазір басылады, қорықпашы. 3 ауыз сөзді үзіп-үзіп әзер айтты. Саған келген жұрттың сұғы өтті білем. Құдай саған келгенде бармақтай бағын қысып қалғанымен мүсініңді мінсіз жаратқан ғой. Әнем не дегенше елуге аяқ басып қалдың. Мен ғой салпетектінің бірімін. Сен болсаң әлі 25-тегідей құлпырып тұрсың. Дос жаран сырыңды білет, ал құдалар жағы менің құрбым дегенде таң қалып қалды. Әсіресе анау бір құданың ағасы тамсанып қарады ғой. Фарида құрбысының көңілін ауламақ болып сампылдап сөйлеп жатыр. Біресе жұрттың қолқалауымен ән салғанда бәрінің сілтілдей тыңғанын айтады. Біресе сөйлегенде көпті иіріп әкеткенін, біразы салмақты сөзге амалсыз ұйғанын айтады. Бір адамның төбесін көкке жеткізіп, мейманасын тасып, мерейін асыратын мақтауақ. Алайда осы мадақ мұңлықтың ескі жарасына тиіп, аузын ашып, жүрегін жаншып бара жатыр. Фаридаш, менің сырымды сенен артық кім біледі? Көңілімді көтеріп, жанымды жадыратқым келетінін білемін. Бірақ айтшы, сен айтқан көпті таңғалдырған талантың, жұрттың қолдау қошеметі, ошағыңның басында жарың мен балаңның қасында күліп ойнап отырғанға жете ме? Құдайға өкпем жоқ. Не деп өкпе айтамын? Сендегі барды маған да берді ғой. Аз ғана уақытқа, алданыш қып. Мұңлық ауыр күрсінді. Танадай көзіне мөлтілдеп келіп қалған жасты іріккен жоқ.
Фарида құрбысын қалай жұбатамын деп абыржыған жоқ. Үн-түнсіз орнынан тұрып, үстел үстінде қалған бокалдарды жиыстыра бастады. Жаңа ғана үсті түрлі асқа толып самсап тұрған еді. Енді міне қызығы кетіп, жұрты көшкен жайлау секілді қаңырап бос қалыпты. Фарида қос қолына екі бокалды қатар алып, бір-біріне соғыстырды. Таза хрустальдың үні кең бөлмені кезіп, сыңғырлап сала берді. Жаңғыруын қарашы, деді іштей. Жаңа мына жерде дастархан басында қонақ толып отырғанда осылай жаңғырды ма, деді тағы күбірлеп. Төрт құбылам түгел тең көрінгенімен менің сенен не айырмашылығым бар? Жалғыздығыңа жаның жабырқай ма? Рас, жарым қасымда ұлдың аяғын тұсап, келін алып немере сүйдім. Құдайдың мұнысына да шүкір. Төрге озып, құда-құдағи болдық. Оларды да төрге оздырдық. Жаңа ғана бәрі осында еді. Қазірше. Фарида елеусіз күрсініп алды. Өзі көтерген шаңыраққа кіріп шығып жүргенімен, күйеудің 10 жылдан бері жастығын бөлек салғанын құрбысына қалай айтады. Қыздары өз отының күйбеңімен әуре, баланың көңілі далада. Тіпті немереге де апаның керегі жоқ. Өз әлемі өзінде. Сырттай абыр-сабыр көрініп жататын мына үйдің дәл менің жаным секілді құлазып тұрғанын қалай айтамын саған, мұңлық? Жан деген өзі әу бастан жалғыз екен ғой. Не дейсің? Мұңлық Фаридаға жалт қарады. Дымы құрып шаршап тұрса да Күнзипа көзіле алмады. Аяқ асты аңсары ауып, таңнан бері келінін асықтырып пісірген сүт көжесі құрғыр ас қазанына жақпады ма, дөңбекшіп жаталар емес. Осындайда халін қалай деп сұрайтын бала қайда? Күнзипа балаларын ойлады. Құдайға шүкір, құрсағы құтты болып, 3 ұл бір қыз тапты. Соларды жеткіземін деп жүріп, совхоздың наубайханасында білегі майысып, шара-шара қамыр илеп, нан пісірді. Кешкісін шаршағаннан аяғын әлтек-тәлтек басып, үйіне әзер жететін. Сондағы табатыны жұмысшылардан артылған бірер бөлке. Әйтеуір шүпірлеген қара көздері ешкімнің қолына қарап қалған жоқ. Қазір міне қара нанды қара шайға жібітіп, қаужаңдап отыратын сол балалары ер жетті. Шалы екеуі тырбанып жүріп, үлкенінің аяғын тұсады. Келіні өзіне татқан екен. 2-3 қара домалақты иіскетті. Әйтеуір өз тіршіліктері бар. Уайымы ортаншысы. Кейінгі кезде мінезі күрт өзгеріп барады. Алғашқыда сәждеге бас қойып, жұма сайын мешіттен қалмай жүргеніне қуанған. 5 уақыт намазын қаза қылмағаны жақсақ. Алайда бауырларына 5 минутын бөлмейтін күйге қалай жеткенін білмейді ал. Жаңа жылда ғой. Ал түнгі 12-ге дейін күткен торттарын қайда? Әкеліңдер. Жалғасбегімнің ұйқысы келді. Жаңа жыл, жаңа күн осылардікі ғой. Келінбет немересін алдын алып, дастарханға жақындай отырды. Сыртқы есік ашылып, өзінен бұрын бір құшақ буға оранып Сәкен кірді. Уф, жетіп үлгердім ғой. Құрдастармен бірге орталықтағы шырша кешіне барып едік, жолда көлік бұзылып қалғаны. 1 жыл бойы жолда өтер еді күндерім. Онсыз да үйде болғаннан түзде жүргенің көп. Сағынышың есіктен кірген сәтте басылып қалама, анда кеттім, мында кеттім мен бір отырмайсың. Бізді сағынатының да жай сөзін ғой деймін. Іште жүрегі елжіреп тұрса да, Күнзипа осы сары баласын неге қырнала беретінін өзі түсінбейді. Бірақ мұны елең санап жатқан ол жоқ. Жарқылдап келіп құшақтай алып, шөлпілдетіп бетінен сүйіп жатыр. Сөзі балдай, мінезі майдай, мынадай анасын баласы қалай сағынбасын? Шайларыңыз дайын ба? Жаурап кеттім. Сәкен сырт киімін шешіп, диванның үстіне тастай салып, 2 алақанын ысқылап дастарханға отыра кетті. Дастан, келсейші, бәріміз жиналып болдық. Үйде ме өзі? Досы мойнын созып ішкі бөлмеге қарады. Іше беріңдер, мен жаңа жыл тойламаймын. Қарам нәрсеге неге құмарсыңдар осы? Аузына сала берген ыстық самсаны қайта үстелге қоя салған Сәкен орнынан ұшып тұрды. О, ағасы, андағы сөзің не? Харам десең, жаңа жылды қарсы алмай-ақ қой. Бірақ әке-шешең отырғанда дастарханды сыйлап келмейсің бе? Әлде сенің дінің оған да рұқсат етпей ме? Орнынан тұруға ерініп жатқан Дастан сенің дінің дегенде өршеленіп орнынан тұрып кетті. Жетіп келіп, дастарханның төбесінен төніп тұр. Қалш-қалш дір-дір етеді. Тіліңді тартып сөйле, сенің не білгенің бар? Бір күнде қолыңа құман ұстадым деп, сен бәрін біліп кеттің бе? Дастан қолын бір сілтеп, ішкі бөлмеге қарай кіріп кетті. Күнзипа Сәкеннің қолынан тартып орнына отырғызды.
Келмесе келмей-ақ қойсын. Нең бар онда? Келгенің кеше, сонымен ілініспесең жүре алмайсың ба? Қой айналайын, 10 күн жатып демалмай-ақ қой бүйтіп. Күнде қырғын салып, ер жігітсің, үсіп қалатын қыс жоқ. Ертең қай жұмысыңа? Қара суықта құрылыста жұмыс істеп жүрген жалғыз сен емессің. Мынаны да жіберсеңізші, қараптан қарап ішіп-пысып жатқанша ақша тапсын. Сәкен ызаланып күн кетті. Онда шаруаң болмасын, іш шайыңды. Астафыраллах, астафыраллах. Күнзипа басын көтермек болып еді. Екі шекесі солқылдап сала берді. Көзінің қырымен ұлына қарады. Қалың ойда жатып, қай уақытта кіріп сәждеге бас қойғанын аңғармайда қалыпты. Олай-бұлай болып кетсем, томаға тұйық осы жүрісіңмен кімге сияр екенсің? Күнзипа өз ойынан өзі шошып кетті. Кеуде тұсы шым етіп шаншып кетті. Баласына жан ашыды. Дастанның ештеңемен ісі жоқ. Анасы жаққа көз қырында салар емес. Бағана түс әлетінде себелеп басталған жауын үдей түсіпті. Тас қаланың көшелері бусанып қалыпты. Жаяу жүргіншілер сирек. Тоқтаусыз өтіп жатқан жеңіл көліктер ғана жол шетіне жайылған ыза суын шашыратып, құйғытып өтіп жатыр. Осылар қайда неге асығады екен? Самғат бұған не дер екенсің дегендей жас жігіттің жүзіне көз тоқтата қарады. Кім қайда асықса да түпкі барар жері бір дейсіз ғой. Иә дұрыс, ол жаққа асықпаған жөн. Бірақ асығыссың ба жоқ па, соны бізден сұрамайды-ау. Үстіне шашыраған лайды қолымен қаққыштап әуреге түсіп жатқан журналист мұның ойын оқып қойғандай лезде жауап берді. Ал жақсы, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Жас жігіт оң қолын кеудесіне басып, басын әнтегейді. Самғат қолын көтеріп, теріс айнала беріп, әлдене есіне түсіп кері бұрылды. Інім, телефон номеріңді алып қалсам, есіме түскен тағы бір жайттар болса хабарласармын. Иә, жақсы болар еді. Міне, есім хатымды алыңыз. Журналист төс қалтасына қолын салып, лып еткізіп, есім хатты суырып алып, Самғатқа ұсынды. Екеуі қайта қош айтысып, екі жаққа бұрылып кете берді. Самғаттың жалғалып тұрып жатқан пәтері жаңа ғана өздері тамақтанып шыққан достар кафесіне жақын жерде. Ойынан әлгі жігіттің қойған соңғы сұрақ кетер емес. Жігіт демекші, аты кім өзінің? Қалтасынан сала салған есім хатты алып қайта қарады. Мунгар Нангарович. Қызық, осындайда ат болады екен деді өзіне өзі. Құжат бойынша орысша жазылған шығар. Сонда қазақшасы қандай? Самғат әрі қарай таныс әрі бейтаныс жігіттің есімінің кім екенін ойлап жатқысы келмеді. Алғаш осы Ж деген қалаға келген сәтін еске алды. Бір сағаттық психологиялық монодрамада екінші пландағы актрисаның рөлін ойнаған жас қыздың бейнесі көз алдында көлбеңдеп тұрып алды. Моноспектакль мұның ғана емес, жас актрисаның да дебют еді. Репетицияда Самғат ол қызбен көп жұмыс жүргізген жоқ. Оған былай ойна, мына тұсында осылай ойнат деудің де керегі болмады. Бір сағат бойы ақ жамылғының астында серейіп жатудан басқа ешбір міндет жүктемеген. Тек спектакль желісі бойынша кезінде дүйім жұрт өнеріне тамсана қол соғатын атақты актрисаны сырттай өлердей сүйген жігіттің арманы орындалар сәтте, иә, ессіз ғашық Мәжнүннің ләйлісі мен дұрысы актрисаның мәйітімен вальс билейтін кезінде ғана хореограф оның пластикасымен біраз әуреге түскен. Ал негізгі күш морг қызметкерінің рөлін ойнаған актерге түскен. Бір қызығы, сол спектакльден кейін Самғат сол актрисаны іздемепті. Үлкен сахнадағы алғашқы рөліндегі мәйітті ойнаған жас қыздың өнер жолындағы тағдыры қалай өрбігенінен хабарсыз. Қозы көш жер ғана жаяу жүріп келсе де, сылбыр жауған күздің ақ жауыны еңсесін басып тастады ма, жүрегі зіл тартып, пәтеріне келе сала диванға сылқ түсіп жата кеткен. Дымқыл ауа денесін ептеп тоңасқан секілді. Бойы жылынған соң маужырап көзіне ұйқы тығылды. Балконның есігі тықырлап ашылғандай болды. Ұйқылы ояу, немқұрайлы көз салған. Боз көйлегі бозаң тартып, бір қыз кіріп келді. 4-ші қабаттың балконнан түскен бұл қай жүрек жұтқан жан болды екен? Жоқ, әлде әйелі оралды ма? Әйелі қызын құшақтап, енді қайтып келмейтінін айтып елге кеткен. Жалғалған пәтерді 10 жыл сағалағанына да шыдаған байғұс құрсақтағы ұлдың жетілмей қалғанын көтер алмады. Жүйкесі сыр берді. Бәріне Самғатты кінәлады. Бұл болса үнсіз қалып жеңетін. Бірте-бірте жұмыстан соң үйіне қарай аяғы тартпайтын күйге жетті. Ақыры кетіп тынғанда іштей бір жеңілдеп қалған. Қайта оралған екен ғой. Самғат екінші жамбасына аунап түсті. Көзі қайта ілініп бара жатыр еді.
боз көйлегі бозаң тартқан қыз қасына келіп отырды. Жібектей жұмсақ алақанымен басынан сипады. Самғат, бұл мен ғой, келдім. Көптен бергі қалауым еді, батпадым. Әлі ерте шығар деп ойладым. Самғат кері аунап түсті. Еріне көзін ашты. Жоқ, әйел емес екен. Бірақ кім екенін қапелімде есіне түсіре алмады. Қайдан келдің? Неге ерте? Не деп кеттім өзі? Неге ерте деп ойладың? Саған келер уақыт әлі жетпеген шығар дедім. Келіп кетудің белгілі бір уақыты бола ма? Әрине. Тоқта, не деп кеттің өзі? Мен осы сәтті ұзақ күттім. Қай сәтті? Ол қандай сәт? Саған қайта келер сәтті. Сен бұрын келіп бедің? Ұмыттың ба? Ұмытқан екенсің ғой. Нені ұмыттым? Екеуміз осы қалаға бірге келген кезімізді. Сен актрисамын. Қайсысы? Жә кешірші, аяқ асты осылай келе салған соң абдырап қалдым ғой. Енді есіме түсті. Актриса жылы жымиды. Орнынан тұрып, терезе алдына барды. Терезеге тұтқан ақшыл перде шылымның түтінінен сарғыш тартыпты. Темекінің ақшылтым иісі бөлмеге де сіңіп қалғанын енді сезді. Сен өлмес өнер тудырғанда кейіпкерінің тағдыры өз тағдырыңа айналатынын білдің бе? Қандай тағдыр? Қай кейіпкерді айтасың? Сен де тура жаңағы журналистің сөзін айттың ғой. Ол да бір тап бір сұрақ жауап алуға келген мүңкір, нәңкүр секілді қақтап қоймап еді. Сонда бұған дейін бұл туралы еш ойламадың ба? Нені ойлауым керек? Қыз боз көйлегі сияқты бір бозарып, бір қызарды. Әлгі Мәжнүн іздері жоқ мәйіттің өзі ғашық болған актриса екенін 3-ші күн таныды емес пе? 3 күн. Мен де сені 3 күн күттім. Іздеп келмейтініңді, сол бір қалауымның орындалуы мүмкін емесін білсем де. Не деп кеттің? Тоқташы, қайдағы 3 күн? Бір актер немесе бір режиссер өнер жолында жүздеген тағдырды тудырады. Солар болып ойналады. Соның бейнесіне еніп, сан мәрте толғанады. Соның бәрінің тағдырын қайталай берсе, онда ол сан мәрте туып, сан мәрте өлуі керек шығар. Қисынға келетін сөзді айтсаңдаршы. Самғат қызынып сөйлеп, орнынан қалай тұрып кеткенін аңғармай қалды. Өктем шыққан өз даусынан өзі селк етіп шошып кетті. Терезеге қараған. Жаңа ғана боз көйлегі бозаң тартып, жылы жымиып тұрған қыз ізім ғайым. Жүгіріп балконға шықты. Аң-таң күйде қайта кірді. Өңі ме, түсі ме? Жоқ, әлде есінен адасайын деді ме? Дереу күртесінің қалтасынан есім хатты іздеді. Жазулы тұрған нөмірді терді. Телефонның арғы жағынан «Бұл номер біздің жүйеде тіркелмеген» деген жауапты естіп, диванға сылқ етіп отыра кетті. Жүрегі тағы шаншыды. Жаңа кофені бекер іштім ғой деймін. Бар жоғы 2-3 ұрттадым емес пе? Мезгілсіз уақытта ұйықтама деп жатушы еді. Соның шығар. Жүрегі тағы шым етті. Фариданың такси шақырып берейін дегеніне көнбей жаяу қайтқан. Күздің ақ жауыны сілбіреп, сылбыр жауып тұр. Мұңлық та аяғын еріне басып келеді. Бас құданың әлгі бір сөзі құлағында жаңғырып тұр. Пенде біткен күні бітер шақта арам өліп қалмайын деп ойлайды. Соңғы сәтінде аузыма су тамзар деп ұрпағына үміт артады. Сонда адам біткен арам өлмейін деп ұрпақ өрбіте ме? Тек сол үшін ғана перзент сүюді армандай ма? Өмірімді жалғайды деген асыл мұрат қайда қалады сонда? Не деген надандық? Мұңлық өзімен өзі күбірлеп сөйлеп келе жатқанын енді байқады. Ұрлана жан-жағына қараған. Алыстан асыға басқан бірен-саран адамның қарайған сұлбасын көз шалды. Айналасында ешкім жоғына көз жеткен соң деді. Мұңлықтың өзінің жалғыздығына еті үйренгелі қашан. Жары мен жалғыз ұлынан айырылғалы 20 жылға жуықтапты. Бастапқыда сымбатына қызыққан талайлар жанынан үйіріліп шықпайтын. Өлердегі сөзін айтқандары да бар. Бірақ мұның тас болып қатқан жүрегін еш қайсысы жібіте алмады. Көлбен қағып, көлеңкесіндей болып жүргендерді көргенде, көз алдында сол бір қарғыс атқыр күнгі оқиға көлбеңдеп тұрып алатын. Тура осындай ақ жауын еріне жауып тұрған еді сол күні. Көліктің артқы орындығындағы 5 жасар ұлы алдына отырамын деп қиғылық салған. Қайта-қайта тұрып, алға қарай ұмтыла берген соң, жұлқып алып, қасына отырғызып, терезеден түнгі жарықтарды көрсетпек болып, әйнегін төмен түсірді. Бала деген қолдаяққа тұрушы еді. Аңсары лып етіп қолынан сусып шығып кеткені. Ашық терезеден басын шығарып қолын көтерді. Мұңлық, ұстана баланы.
терезеден ұшып кетеді қазір деп Мұраты артынан қараған. Тарс ете қалған қатты дауыс құлағында қалыпты. Есін ауруханада жиді. Ұлының жансыз денесін құшақтап, тілім-тілім болған бетіне сипап отырып тағы да есінен таныпты. Екі бірдей қазаға есеңгіреген ағайын туысы үшіншісін көтере алмайтынын айтып, Мұратты көрсетпеді. Қолшатырсыз шыққан. Жаңбыр бетін жуып жатыр. Ойпырая, жауында мұң татитын болған ба? Деді күбірлеп. Әлгі құданың сөзін қайта есіне алды. Тоқта, осы сөзді бұрында біреуден естіп еді ғой. Қызметіңнің бары, атақ абыройының бары кімге керек? Қымбат көлік мінгенің кімге дауа? Соңғы сағатың соғар сәтте аузыңа су тамызар ұл қызың болмаған соң. Сіз кімді тұспалдап отырсыз? Кісінің басынан не өткенін білмей жатып, бұлай деуіңізге жол болсын. Мұңлық шарт кетті. Дастархандас кісінің жасы үлкен екеніне де қараған жоқ. Адам басынан не кешсе де артында ұрпақ қалдыруды ойлау керек. Құдайға шүкір 3 ұл туғыздым. Ақырғы сәтімді ойлап, уайымдамасам да болады. Мұңлық қапелімде бұл әңгіменің неден басталғанын есіне түсіре алмады. Бірақ айтылған сөз тек өзіне бағытталып тұрғандай ашуы алқымына тығылды. Тағы әлдене демек болған, үні шықпады. Осы сәтте сөзге ауыл имамы араласқан. Кімнің қай кезде, қандай жағдайда демі үзілерін бір Алла біледі. Соңғы сәтте аузыңа кімнің су тамызарда Аллаға аян. Ол мүмкін өзіңнен туған ұл болар, бәлкім мүлде танымайтын бейтаныс жан болар. Оны ешкім болжап айта алмайды. Ақсақал, олай деп асылық айтпаңыз. Ақжауын үдей түсті. Сылбыр жауған жаңбырдай еріне басып келе жатыр еді. Енді асықпаса болмас. Мұңлық жүрісін тезете түсті. Дәріхананың қасынан өтіп бара жатқанын байқап, қан қысымына қарсы дәрісі бітіп қалғаны есіне түсіп бұрылды. Есіктің тұтқасына қол соза бергенде құлағы шуылдады. Дереу ішке еніп, қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Көз алды қарауытты. Осындайда қалың қалай анашым дейтін қыз болса қанеки, дәрмені кетіп жатқанын көретін жан табылса ше. Есіктен екі құлағын бармақтай нәрсемен тарс бітеп алған кенжесі кірді. 3 ұлдың ортасында өскен соң ба, осының жүрісі де ардың күрдің. Қыз болып қабағыңа қарағанды білмейді. Осыны ойлап үлгергені сол, ала көлеңке бөлмеде алдындағыны аңдамаған Дариға анасының аяғын басып кетті. Ту, шошып кеттің ғой, бұл не өзі? Ой, осыларақ ауыл байский әдеттерімен адамды ұялтып бітеді. Мәдениетті кісілер ұқсап, тым құрыса диванға жатса қайтеді. Тыңдап жүрген музыканың даусы құлақ қаптан сыртқа естіліп тұр. Өз құлағы бітеулі болған соң қатты сөйлегенінде аңғарар емес. Сипалап жүріп, іздегенін тауып кері шығып кетті. Ойпырая, өсіп жатып шынымен арам қатар мекем. Үй толы адам, бірақ біреу кеп жағдайын сұрайын демейді. Күнзипа ауыр күрсінді. Аяқ асты есіне жолдастарының үйінде қонаққа барғанда осы шалының қоңырсытқан әңгімесі түсе кеткені. Әлгі асабасы құрғырдың сөзі түрткі болды. Анау бір қаладан келген үлкен қызметтегі жалғызлықты әйелді жер көкке сыйғызбай сонша мақтады келіп, содан мына жақта отырып 3 бірдей ұлым бар деп кеудесін керіп, шалқайған шалың қасында отырып шымшып алған. Сөзге имам араласпағанда тағы не деп көкейтінін Құдай білсін. Сол күні үйге жер болып қайтқан. Болған жайды естіген ортаншысы біреудің тағдырын сөз етіп, көптің алдында айыбын ашуға болмайды. Ол сөзді адам өзі ұмытып кетер, бірақ екі иығында отырған періштесі өзіңе соны тіледім деп жазып қояды екен деген. Біліп айтты ма, біреуден естігені ме кім білсін. Күнзипа дәл қазіргі күйіне қатты қорланды. Кеуде тұсы қатты қысып, ауа жетпегендей талмаусырап қалды. Бір ұйыққа тартқандай ұйқысы келді. Көзі ілініп кетті. Түсінде самбылдап сөйлеп, сәкені кіріп келіпті. Анашым, анашым қайда менің? Жарықтығым, осы екен ғой мені іздейтін, деп күбірледі. Самғат режиссердан сұхбат алуды өзіне тапсырғанда Диана қатты қуанды. Телефон номерін тез тапты. Қате бердіме күні бойы қоңыраулатып ала алмады. Екінші күні мүлдем дыбыссыз қалды. Үшінші күні сұрастырып жүріп, мекен жайын білді. Пәтерінің қоңырауында ұзақ басты. Мұңлық есін жедел жәрдем келгенде жиды. Айналасында адамдар жиналып қалыпты. Бәрі бірдей абыржып тұрғандай көрінді. Бір сәтке есін жиғанына өкінді. Зембілге салып, көлікке салып жатқанда қайта талықсып бара жатты.
Табан астында ауылға барғысы келіп, етелетіп жолға шыққан Сәкен үйге жеткенше асықты. Әкесі қора жақта жүр екен. Амандаса салып анасын сұраған. Есікті ашып жатып, анашым, анашым қайда менің деп дауыстады. Іштен еш дыбыс естілмеді.